Корея медицинасын жаңа деңгейге көтерген емдік дәрілерін әлі күнге дейін Шығыс Азия елдерінде керектенетін Тәуіп Хожун деген кім? Оның тағдыры өзгелерден несімен ерекше болды? Осы және басқа да сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеомызды соңына дейін тамашалауыңызды сұраймыз. Ендеше дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Хожун 1537 жылы Йонжи елді мекенінде әскери қолбасшының заңсыз баласы болып дүниеге келеді. Оның атасы мен әкесі ақсүйек болуына қарамастан, заңсыз некеден туылғаны үшін ол ақсүйек мәртебесін алуға құқығы жоқ еді. Хожунның емшілік қабілеті жас кезінде-ақ байқала бастайды. Ол солай ер жетіп, 30-ға толар-толмаста халық арасында өз беделін қалыптастырып үлгереді. Дәл осы тұста оны сарай сотына жұмысқа алмақ болады. Бірақ неге екені белгісіз ол биліктен бас тартып, сарай емханасында қарапайым жұмысшы болып орналасады. Жалпы Хожунның өмірдегі жетістіктерін біздің заманымызға жеткізген бірден-бір дерек көз Жун әулеті шежіресі болып табылады. Сол кітаптағы деректерге қарасақ, Хожун 1573 жылдан бастап патша әулетін қарайтын дәрігер болған. Сол кезде ол Чосон патшасының дертіне дауа таба алғаны үшін патша оған бұғы терісін сыйлағаны жайлы дерек көздері бар. 1590 жылы Хожун есімі бүкіл Чосон даласына тарап, атағы жер жарады. Сол уақытта ол айықпас ауру деп саналған аусыл ауруынан ханзада Хванхиді емдеп жазған болатын. Сол сәтте Хожун ханзаданы емдеп жазалады деп ешкім сенбеген, бірақ осы оқиғадан кейін ел арасында аңыз әңгімеге дейін тарап, есімі ел аузында жүреді. Жапондық агрессия жылдарында Хожун ханзаданы өлімнен екінші рет арашалап қалған болса, бұл оқиға оны биліктің шыңына шығарды. Алайда оның дәурені ұзаққа созылмай, 1607 жылы Сонжок патша өлгеннен кейін дәрігерлік қате жіберді деген айыппен жер аударылады. Бұл оқиға Хожун үшін ауыр сынақ болғанымен, осы аралықта өзінің ең маңызды еңбегі Донни Поганды жазып шығады. Хожун 5 томдық бұл еңбегін қарапайым адамдарға арнап жазып шыққан болатын. Оған дейінгі кітаптар тек хан тілінде жазылғасын, қарапайым халық оны түсіне білмейтін. Сондықтан ол осы еңбегін корей тілінде жазып, барлық ауру түрлерін және оларды Корея түбегінде өсетін емдік шөптер арқылы емдеу жолын көрсетеді. Оның бұл кітабы сол уақыттан бастап халықтың өмірін жеңілдетіп, араға 5 ғасыр салып, кітап Жапон, Қытай тіліне аударылып, Шығыс Азияда танымалдылыққа ие болды. 2009 жылы ЮНЕСКО бұл еңбекті әлемнің құнды мұралары тізіміне қосты. Ол 1615 жылы 78 жасында дүниеден өткен болса, өмірінің соңғы сәтіне дейін Корея халқының емдік сауаттылығы үшін талмай еңбек еткен. Оның артында қалдырып кеткен емдеу жолдарын Шығыс Азия елдері әлі күнге дейін қолданады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, арнамызға жазыла кетуіңізді сұраймыз. Сіз үшін оттаймыз.